Саламатсыздар ма балалар? Бүгін сабағымызды бастаймыз. Бүгін сабағымыздың тақырыбы біз өмірдің гүліміз. Бақытжан Ғизаттың өлеңі. Мысалы, біз өмірдің гүліміз. Бұл орталығында 4-ші, 6-шы цифрлармен ойналады, сандық түрде. Мысалы, соны қазір ойнап көрсетем, жайлап түсіндіріп отырамын. Бас бармақты 4-ші цифрға қоямыз, 4-ші цифр. Міне. Бас бармақты қалай қоятынын көрсетейін. 4-ші цифрға қоямыз бас бармақты. Міне. 4 міне екінші точканың үстінде 4. Үстің шекте бас бармақты қойдық 4-те. 6. 4-ші саусақты қоямыз. 4-ші саусақ, міне 4-ші саусақ. 6-ға қоямыз. Төмен жоғары саламыз. Төмен жоғары деп тұр. Төмен жоғары. 4-те 3-ке қоямыз. Ауысамыз. Бірінші саусақ бас бармақты 4-те қалады. Төмен жоғары. 4-те 4. Міне екінші саусақты қоямыз бас бармақтың үстіне. Төмен жоғары. Сосын бірге ауысамыз. 1-де 0 төмен жоғары. 0 0 екеуі ашық төмен. Бір рет төмен. Сосын 1-ді басамыз жоғары. 4-те 3 төмен соғамыз. 4-те 4 екінші саусақпен жоғары соғамыз. 4-те 6 төмен жоғары төмен. Жартысына келдік. Келесі тағы солай қайталайды. Төмен жоғары 4-те 6. 4-те 3-ке қоямыз, төмен жоғары. 4-те 4 төмен жоғары. Бірге қоямыз. Төмен жоғары. Бана төмен түстік па, енді төмен жоғары қарай шығамыз. 4-те 6 төмен бір. 4-те 4 жоғары. 4-те 3 төмен. 1 жоғары. Бас бармақты 4-ке қоямыз. Төмен жоғары төмен. Енді ойнап көрсетейін, мынандай ойын болды. Жайлап ойнап көрсетсеңдер, қалай ойналады міне. 3-ке 2, 4-ке 2, 1-ке 2, төмен. 3, 4, 6-ға шу. 3-ке 2, 4. Біз өмірдің гүліміз деген өлең шықты. Мұны қараңдар, мен қазір мен сөзіммен бірге айтып көрсетейін өлеңді. Сондай өлең етіп айтасыңдар. Мен сөзін де қазір бірге жазып беремін сіздерге. Сеңгірі көктем нұрын төккен, ортақ біздің күніміз, жайнап өскен, жайдар өскен, біз өмірдің гүліміз деген өлең шықты. Көрдіңдер ме балалар? Енді мына біз өмірдің гүліміз. Бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Біз өмірдің гүліміз. Келесі сабаққа дейін аман болыңдар, сау болыңыздар. Үйден шықпаңдар.